Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте нәзік болып шығатын слезы ангелы атты кекс дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 стакан ұн, 4 жұмыртқа, ірімшік, қант, сары май, ванилин және де осындай форма қажет. Ең алдымен біз жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ағын біз холодильникке салып қоямыз. Ал 2 сарыуызын біз ыдысқа салып, қалған екеуін ірімшікке алып қоямыз. Қасына біз қанттың жартысын салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей осында сұйық болып шығу қажет. Енді осының үстіне сары майды саламыз. Сосын жарты шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын жаймендеп ұн салып қамыр илейміз. Мінекей осындай жұп-жұмсақ, жақсы бөлінетін қамыр шығады. Енді осыны мен 12 бөлікке бөлемін. Өзіңіздің формаңызға қарай, егер сіздікі ірілеу болса, онда ірі-ірі қылып бөлсеңіз де болады. Енді әрқайсысын алып формамызға орналастырамыз. Іш жағын шұңқыр қыламыз, ал сырт жағына кішкене көтеріңкі етіп бортик қылып жасаймыз. Мінекей мынандай болып шығу қажет, өйткені біз ішіне ірімшікті саламыз. Енді осыны біз 180 градуста шамамен 20-25 минут пісіреміз. Оған дейін біз начинкасын жасап аламыз. Ол үшін біз ірімшікті жақсылап еземіз. Ішіне 2 сарыуызды салып араластырамыз. Кішкене ванилин саламыз. Сосын қалған қантты салып, жақсылап араластырамыз. Тестамыз пісуге жақындап қалған кезде біз ағуызын жасаймыз. Ол үшін біздің ыдысымыз таза және құрғақ болу қажет. 4 ағуызымыз салып, жақсылап миксерлейміз. Мінекей осында пена болып шығу қажет. Енді осыған біртіндеп 3 шай қасық қант саламыз. Сосын миксерлей береміз. Мінекей кексарымыз 25 минутта қызарып пісті. Енді осының үстіне ірімшігімізді бөліп саламыз. Енді ақуызымызды мен пакеттің бір бұрышына салып құямын. Бұл өзіңіздің қалауыңызша, егер қаласаңыз, қасықтап әдемілеп салсаңыз болады. Ақуызымызды кекстің үстіне әдемілеп құямыз. Енді осыны ақуызымыздың беті сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Беті қызарып піскеннен кейін мен үлкен табақпен толық суығанша 2-3 сағатқа бетін жауып қоямын. Сол кезде бетіне майда тамшылары шығады. Бұл кекстар өте нәзік және жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуанта отырыңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.